Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын алмалы пирогының рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналға жазылмаған болсаңыз, жазыла кетуді ұмытпаңыз. Бұдан да басқа рецепттермен бөлісіп тұратын боламын. Бұл пирог үшін ең алдымен апарасын дайындап аламыз. Ол үшін жылы сүтімізге қантты және аштықыны салып, жақсылап араластырып, бетін жауып көтерілгенше қоя тұрамыз. Алдын ала еленген ұнымызға ванилинді және де тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ерітілген сары майымызды құямыз, бір жұмыртқаны саламыз және де көтеріліп дайын тұрған аштығымызды салып, жақсылап қамыр илеуге кірісеміз. Қамырды барынша жұмсақ илеуге тырысыңыз және де артық ұн қоспай осы бар ұнмен илейміз. Артық ұн қоссаңыз қамырыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Осылай жақсылап жұмсақ қамыр илеп шығарамыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша, пирогымыздың ортасына салатын алмаларымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін алдын ала жуылып тазартылған алманы осындай видеода көрсетілгендей 4 бұрыш етіп турап аламыз. Достар, бұл пирогтың құрамын видеоның астындағы описание бөлімінен толық көре аласыздар. Түбі күймейтін жақсы ыдысымызға қантымызды салып, отқа қойып, карамель жасауға кірісеміз. Қантты осылай қатты күйдіріп алмай, біртіндеп араластырып отырып, ерігенін күтеміз. Карамель жасау барысында қантымызды араластырған кезде құрамында мынандай қатты түйіршіктер пайда болмау керек. Барлығы дерлік бірдей еріген болуы керек. Сонда ғана біздің карамеліміз дайын деген сөз. Карамельдің астындағы оты орташа болуы керек. Өте қатты от болса, карамеліңіздің күйіп кету қаупі бар. Алманы салған кезде біздің ыстық карамельдеріміз осылай қатуы мүмкін. Ол қатып қалған түйіршіктерді тағы да ерітіп алғанға дейін, бір келкі толық ерігенге дейін осылай отта ұстап араластыра береміз. Біздің алмалы карамеліміз осылай дайын болған кезде оттан аламыз. Енді көтеріліп дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін кішілеу етеміз, екінші бөлігін жаюға кірісеміз. Қатты жұқа етпей, орташа етіп жайып аламыз. Пирогымыздың астыңғы бөлігін қамырын жайып, пісіретін противенімізге, яғни табамызға салып орналастырып қоямыз. Ортасына салатын салмамызды салып, жайғастырып, барлық жағына теңдей етіп, жайып орналастырамыз. Енді пирогымыздың бетін екінші қамырымызды жайып, осылай видеода көрсетілгендей полоска етіп кесіп аламыз да, өріп шығамыз, әдемі болып тұру үшін. Видеода көрсетілгендей бірінен біріне өтіп, осылай өріп аламыз. Енді осы дайын болған қамырымызбен пирогымыздың бетін жабатын боламыз. Пирогымыздың жан-жағын бекітіп шығамыз және де үстінен самсаны түйгендей өріп шығатын боламыз. Пирогтың бетіне бір жұмыртқаның сарысы және 2 ас қасық сүтті жақсылап араластырып алып, бір келкі етіп жағып шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіп шығады.
Пісу барысы енді сіздің пешіңізге байланысты болуы мүмкін. Сол үшін өзіңіздің пешіңізге қарай уақытын ыңғайлайсыз. Міне достар, бізде осындай өте әдемі және жұмсақ, іші сочный болып шығатын пирогымыз дайын болды. Видеода көрініп тұрғандай өте жұмсақ шықты. Пісіріп көріңіздер, өкінбейсіздер. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Каналға жазылмаған болсаңыз, жазыла кетуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.